Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін болгарский перецтерді қыста сақтауға арналған әдістеріммен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен перецтерді сорттаймыз. Тазасын бұзылғандарынан бөліп аламыз. Оларды осылай бір-біріне кигізіп, содан кейін целлофанға салып алып қоямыз. Бұл перецтерден қыстың күні голубцы жасап жеуге өте ыңғайлы болып келеді, және осы тәсілдерді мен жыл сайын қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін. Қыстың күні рахатын көріп жеп отыратын боласыздар. Тамақтарға қосуға өте ыңғайлы болып келеді. Қалғандарын әртүрлі ыңғайлы етіп кесіп бөлек салып қоямын. Айтпақшы достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды. Осылай екі түрлі вариантта кесіп дайындап қойып жатырмын. Біреуін ірілеу қылып кесемін, екіншісін соломка қылып, оны лагманға қосуға ыңғайлы етіп бөлек салып қоямын. Сіздер де осылай сақтасаңыздар болады. Ас болсын. Сіздермен болған Толқынның асханасы каналы. Қош сау болыңыздар.